Сәлеметсіздер ме? Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы плазмиданың қасиеттері және олардың генетикалық клондауда қолданылуы. Клондау ұғымы. ДНК бөліктерін немесе гендерді ауыстыру бойынша жұмыстың көп бөлігі соңғы уақытқа дейін бактерияларда жүргізілді. Бактерияларда генетикалық ақпарат бір үлкен ДНК молекуласында, бактерия хромосомасында болады. Бактериялар жынысты жолмен көбейетіндіктен, бұл генетикалық ақпарат көптеген ұрпақ бойы айтарлықтай дәрежеде өзгеріссіз қалады. Бактерия асушасында оның басты хромосомасынан бөлек шағын сақиналы ДНК сегменттері болады. Бұл ДНК молекулалары плазмидалар көбінесе антибиотиктерге төзімділікке жауапты гендерді алып жүреді. Плазмидаларды бір жасушадан алып, басқа жасушаға ауыстыруға болады. Мұндай жұмыстар, мысалы, адамның ішек асқазан жолында тіршілік ететін зиянсыз бактерияға ішек таяқшасына жүргізіледі. Кейбір жасушаларында тетрациклин антибиотигіне төзімді гені бар плазмидалар болады. Бұл плазмидалар төзімділік факторы деп аталады. Олардың негізі хромосомалық ДНК-дан бөліп алуға оңай болады. Тетрациклинге төзімсіз бактерияларға осы плазмидаларды мәжбүрлеп енгізуге болады. Ол үшін жасуша қабықшасы бөгде плазмидаларды өткізетіндей химиялық жолмен өңделеді. Мұндай тәсілмен төзімділік факторына ие болған жасушалар құрамында тетрациклині бар қоректік ортада тіршілігін сақтайды. Ал оған төзімсіз жасушалар өледі. Әрбір жасушадан көп рет қайтара бөліну нәтижесінде жыныссыз көбею жолдары клондар түзіледі. Яғни бір жасушаның дәл көшірмесі жиналады. Плазмидалар әрбір клон жасушасында жасалады және олардың жасалуы молекулалық клондау деп аталады. Түрлі плазмидалардың қосылуы. Плазмидаларды кесіп, фрагменттерін бір-біріне қосып, содан кейін комбинацияланған плазмидаларды жасушаға ендіруге болады. Бір түрдің немесе әртүрлі түрдің ДНК фрагменттерін байланыстырады. Плазмидалы ДНК тұйық сақиналы молекула болғандықтан, сақинаны алдымен бос ұштары химиялық тұрғыдан реакцияға қабілетті, яғни келесі қосылысқа жарамды болатындай етіп үзу керек. Бұған қарапайым механикалық жолмен немесе нуклеоза деп аталатын әртүрлі ферменттердің көмегімен қол жеткізуге болады. Содан кейін зақымданған ДНК-ны түзететін және үзілген жіптердің ұштарын тігетін фермент лигазаның көмегімен ДНК фрагменттері бірігеді. Екі түрмен жүргізілетін тәжірибе. Басқа бактерия түрінің, мысалы, алтын түстес стафилококк плазмидалары өздігінен ішек таяқшалары жасушаларына енуге қабілетсіз. Бірақ оларда алтын түстес стафилококк плазмидаларының фрагментінен ішек таяқшалары плазмидасының фрагментіне жасанды жолмен құралған гибрид плазмидалар көбейе алады. Пенициллинге төзімді алтын түстес стафилококк плазмидаларын тетрациклинге төзімді ішек таяқшалары штамы плазмидалармен біріктіріп, тәжірибе жүргізілді. Нәтижесінде алынған плазмидаларды ішек таяқшалары жасушасына ендіргенде, пенициллинге де, тетрациклинге де төзімді штам шықты. Туыс емес организмдер арасында генетикалық ақпаратты көшіру жүзеге асырылған бұл тәжірибе бактерия асушаларына жоғары сатыдағы организмдердің де ДНК молекулаларын енгізуге болады және олар бұл жасушаларда репликацияланады деген болжам жасауға мүмкіндік берді. Клондау ұғымы. Клондау қазақ тіліне ағылшын тілінен енген. Клон дегеніміз алғашында бір өндіруші өсімдіктен вегетативті жолмен алынған өсімдік топтарын атау үшін қолданылды. Бұл ұрпақ өсімдіктер өзінің ата тектерін қасиеттерін дәл қайталайды және жаңа сұрыптың шығуына негіз болды. Кейіннен клон тек осындай топты ғана емес, топтағы әрбір жеке өсімдіктен ұрпақ алуды клондау деп атайтын болды. Уақыт өте келе бұл терминнің мағынасы кеңейіп, бактерия өсірінділерін де өсіруге қолдана бастады. Кейін клондау ұқсас организмдерді алу технологиясының атауы ретінде ауыстырылды. Алдымен ядроны ауыстыруға қолданса, кейіннен алғашқы алынған шөміш балықтан бастап долли қойына дейін барлық организмдерді алу технологиясын атауға қолданылды. Бактерияларды клондау. Бактерия үшін клондау көбеюдің жалғыз тәсілі. Бірақ әдетте бактерияларды клондау туралы айтқанда, қандайда бір бактерияны әдейі көбейту, олардың клондарын, өсірінділерін өсіру дегенді білдіреді. Табиғи клондау. Клондау табиғатта кең таралған. Өсімдіктерде табиғи клондау вегетативті көбеюдің түрлі тәсілдері арқылы жүзеге асады. Жануарларда клондау амиоздық партеногенез және көп ұрықтылықтың түрлі формаларында жүзеге асады.
Омыртқалар арасында клонды көбею кесірткелерде белгілі. Олар бірдей партеногенетикалық аналықтардан тұрады. Адамдарда табиғи клондар монозиготалы егіздер. Молекулалық клондау. Молекулалық клондау үшін ДНК-ға вектор енгізіледі. Мұндай клондау биологиялық молекулаларды зерттеу, оларды сәйкестендіру, ұлпаларды клондау мәселелерін шешу үшін қажет. Көп жасушалы организмдерді клондау. Клондау толық және ішінара болып бөлінеді. Толық клондау кезінде тұтас организм толықтай қалпына келтіріледі, ал ішінара клондау кезінде организм толық қалпына келтірілмейді. Репродуктивті клондау нәтижесінде тұтас организм алынады деп болжанады. Ғылыми мақсаттардан бөлек клондауды жойылып кеткен түрлерді қалпына келтіру немесе сирек кездесетін түрлерді сақтау үшін де қолдануға болады. Ал ұлпаларды клондау бұл жасуша терапиясы. Мұндай ұлпалар емделудің бағаналы жасушалардан алынады. Оларды организмге жетіспейтін және зақымдалған ұлпалардың орнына қолдануға болады. Бұл терапиялық клондау деп аталады. Назарларыңызға рахмет.